семьясының бұзылуына қатты мүддесі бар екен да. Өйткені сол арқылы исламды әлсіретуге, сол арқылы мұсылмандар арасында дұшпандық туғызуға, сол арқылы мұсылмандардың иманның әлсіреуіне себепкер туғызады екен. Одан кейін талақтың көбейіп кету себебінің және бір зардабы балалардың тәрбиесіне үлкен нұқсан келеді. Өйткені семья ар жағында ер кісі мен әйел кісі мүмкін өзі жеке бір эмоциялық келіспеуге, ой келіспей, басқа келіспей ажырасатын шығар, бірақтан ар жағында ортада бала бар кезде ол оған әсер етпей қалады деп ойлауға болмайды. Өйткені баланың burada екі ер кісі мен әйел кісі екіге бөлініп ажырасқан кезде олардың балаларының жүрегі де екіге бөлініп ажырады деп есептей берсеңіздер болады. Жарты жүрегі әкесінде, жарты жүрегі шешесінде деген сияқты кетеді. Бала жаңағындай шынымен рухани бір қиындыққа душар болады. Қай жағына болсарын, қай жағына кетерін білмейді. Бала одан кейін барып кеткеннен кейін өзі Құранда талақ деген сүре бар. Соны бір енді ашып көрсеңіз, талақ сүресі осы жалпы семьядағы талақ мәселесіне, семьядағы сол жаңағы талақ иддасын күтуіне мәселесіне, әйелдерге жақсы қарау мәселесінде, жаңағы хайзы келмеген, хайзда болған, яки болмаса аяғы ауыр болған әйелдердің иддасы қалай болатындығын түсіндіріп келеді. Сол талақ мәселесі, неке мәселесін айтып келеді да, бірақ та аятта мынандай нәрсе айтады. Айтылған жоқ дейді ғалымдар. Семьяға қатысты мәселелер айтылғаннан кейін намаздың айтылғаны семьядағы тұрақтылық намазға деген тұрақтылықпен өлшенеді дейді. Семьядағы тұрақтылық. Сол сияқты жаңағы талақ неке мәселесін айтып жатқан талақ сүресінде бірақта жаңағыдай қанша деген жаңағы қалалы мекендер болды, елдер болды. Олар Аллах Тағаланың мен елшісінің бұйрығымен дұрыс жүрмегендігіне байланысты оларға қатты азап болды, қатты есеп болды, қатты азап болды деген аяттың түсуі дейді. Бұның некеге де қатысы бар дейді. Егер ер кісі мен әйел кісі семья құрудағы өз хақтарын орындамайтын болатын болса, және қайсысы бір мұсылман қоғамда талақ алу өте жоғарғы дәрежеге көтерілетін болса, ол мұсылмандар өспейді, олар мұсылмандар өшеді дейді. Батқанда құритындығына дәлел дейді. Сол үшін мұсылмандардың қоғамның әр мұсылман басындағы отбасы ол исламға бір құрып атқан кірпіш сияқты екен, естен шығармауымызға тиісті екенбіз. Енді осы тақырыпта біз кішкене осындай бір зардаптарын көріп отқаннан кейін осы нәрселер жиі көрініс алмасын деп айтып кеткіміз келіп отыр. Енді шынымен де салыстырмалы түрде мұсылмандардың арасында болып жатқан талақ мәселесі мұсылманшылықты ұстанбайтындардың арасынан көрі аз. Мұсылман еместердің арасында, мұсылманшылықты толық ұстанбай жүрген адамдардың арасында ұрыс керістер деген сияқты, хақысын өтемеу деген сияқты, әйелінің болмаса жаңағы суық жүрісті болып қалуы деген сияқты, болмаса күйеуінің ішіп келіп әйелін сабап ұрды деген сияқты, сондай өте көптеген болатын ажырасуы деген сияқты, ондай өте жиі келсе де, бірақ мұсылмандардың арасында олармен салыстырғанда аз, бірақ мұсылман арасында ол мүлдем аз болуға тиісті нәрсе де. Өйткені мұсылманның басшылық алып жүрген Құраны бар, сүннеті бар, өзіңнің нәпсіңді, өзіңнің шахуатыңды, өзіңнің қалауыңды соған ертпейінше біз толық мұсылманшылықтың жаңағы дәмін тата алмайды екенбіз. Сол үшін оларда шешім қиын жағдайға түскен кезде шешім тауып беретін адам таба алмайды олар. Ал мұсылманда бар еді шешім табатын нәрсе. Сол үшін егер біз сондай қиын жағдайға душар болғанда отбасында бір кикілжің болса, ұрыс болатын болса, шариғат бойынша шешпесек, онда шариғатты неге біз осы мұсылманшылыққа келдік деген сұрақ туындайды. Міне осындай бір келеңсіз жағдайлар мұсылмандардың отбасына жиі келсе бастағанына байланысты біз осы тақырыпты қозғауды дұрыс көріп отырмыз. Енді жалпы бір нәрсені естен шығармайық. Үйлену ол жай ғана бір кездейсоқ қалып махаббаттың жемісі деп ойлап қалуға болмайды. Үйлену ол құлшылық. Ол құлшылық кәдімгі. Сен құлшылық қой, намазға кірісесің ғой. Бастағаннан бастап тәкбірден барып таслим деп қой, жаңағы намаз сәлем бергенше сен құлшылықта болған сияқты, сен әйеліңді алып үйленгеннен бастап сенде және бір құлшылық пайда болды. Сен отбасын құру арқылы әйел кісі ер кісіге жаңағы тауып үйленуі болмаса ер кісінің әйел кісі табу арқылы олар бірге неке қиып өмір сүрулерінен бастап олардың өмірінде жаңадан құлшылықтың түрі пайда болды. Соны Аллахтың алдында жақсы өтеуге тиістіміз. Сол үшін жаңағы сендердің қайсыларың жақсылап құлшылық істейтінін Аллах бағалайды деген сияқты бұл құлшылыққа жауапкершілікпен қарауға тиісті болып табылады екенбіз. Одан кейін бұл сынақ, үйлену дегеніміз. Сол арқылы Аллах Тағала біздердің дінімізді қаншалықты ұстайтынымызды, және сол арқылы біз иманымыздың қаншалықты терең саяз екенін белгілеп жатыр. Енді жоғарыдағы хадиске қарайтын болсақ, пайғамбар хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли деді. Сендердің жақсыларың әйелдеріңе жақсы болғандарың, мен әйеліме жақсымын деді. Соған қарап, егер
әрбір мұсылман еркек ашуланып қалдым, үйтіп қалдым, бүйтіп қалдым да дұрыс шешім қабылдамай нәпсіне еріп анан сөзін тыңдап, әйел кісі яки болмаса ол да әркімді мұсылман емес адамдарды өздеріне үлгі тұтып, сол жаңағыдай бір отбасында бейғамдықтар жаңағы жасайтын болатын болса, жаңағы ер кісінің алдында жаңағы хадиске сүйенетін болсақ, онда шығып тұрған мағына не? Онда жақсы мұсылман емессің деген сөз. Сен жақсы мұсылман емессің деген ұғым шығып тұрды. Мына осы қоғамда өмір сүргеннен кейін сол хақтарымызды біз жақсы білуімізге тиісті екенбіз. Сол үшін біз сабақтарымызда осы хақтарды үшке бөліп түсіндіруді дұрыс көріп жатырмыз. Бірінші, хукукул муштарака дейді, яғни ортақ хақтар. Еркекке де, әйелге де тиісті болған хақтар. Одан кейін хукуз заужа, ер кісінің хақтары, одан кейін әйел кісінің хақтары деп бөлеміз. Енді осыны бастар алдында жалпы отбасын неке қиюдың бір абзал шаруа екендігіне байланысты кейбір хадистерге біз сүйеніп өтейік. Жалпы Аллах Тағала адамды жаратты. Адам атаны жаратқаннан кейін, осы баршамыздың атамыз болған адам атаны жаратқаннан кейін, Хауа анамызды жаратпастан бұрын адам атаға не берді? Ілім үйретті. Ва аллама адама ал-асма куллаха дейді. Адам жаратқаннан кейін ілім берді, одан кейін әйелді жаратты. Сол үшін бұл деген сөз үйленердің алдында әйелге дұрыс қарау үшін ілім керек екен. Әйелдің хақысын білу үшін ілім керек. Оған дайындық керек екен. Сол үшін және де айта кететін нәрсе, бір жас семья үйленіп жатқан болатын болса, оның төңірегіндегі тәжірибесі қалыптасқан үлкен кісілерге солардың семьясының тұрақты болуына үлес қосу олардың мойнында да міндет. Олардың арасын жарастырып отыру. Қиналған кезде ақыл кеңес беріп отыру. Өйткені мұсылмандағы мұсылманның хақысының біреусі, егер сенен кеңес сұрап келген болса, Аллахтың разы үшін дұрыс кеңес беруге тиістісің. Ол біздің мойнымыздағы мұсылмандағы хақысының бірісіне кіреді екен. Енді осы жаңағы үйлену ол біз құлшылық дедік, осымен біз жаңағы сыналамыз деп айтып кеттік. Одан кейін Құран аятында да келеді. Жалпы Аллах Тағала адам атаны жаратты. Бірінші ілім үйретті, одан кейін әйел жаратты. Бұдан шығатын ұғым, бірінші сен үйленетін алдында сол ер кісінің хақтарын, әйел кісінің хақтарын біліп алуға тиіссің, әйел де соны біліп алуға тиісті болып қалады екен. Одан кейін және де бір осы әйел кісінің жаратылуы бұл Аллах Тағаланың бір мұғжизаларынан, Аллахтың құдіретін мойындауға, Аллахтың айтқанда қадірін білуге, оның алдында құлшылығын дұрыстау үшін жаңа жаратылған дүние болып келеді. Оған дәлел болатын аят Құранда келеді. "Ва мин аятихи ан халақалакум мин анфусикум азуажа" дейді. Аллах Тағаланың белгілерінен бір белгісі, мұғжизалардан бір мұғжизасы, еркектерге қаратпа сөз айтып жатыр, сендердің өздеріңнен әйелді жаратып берді дейді. Яғни әйел адам еркекке бөтен дүние емес. Сендердің өздерінен деген сөз, еркекті Аллах Тағала топырақтан жаратты, бірақ әйелді топырақтан жаратқан жоқ. Еркектің қабырғасынан жаратты. Және ол қабырғадан жаратылуында өзінің көптеген хикметтері бар. Егер әйел кісіні айтайық, адамды топырақтан жаратып, әйелді де топырақтан жаратып, екеуі екі бөлек дүние болатын болса, тіл табыспай айтқан болатын болса, онда түсінуге болады. Екі дүние ғой деген сияқты. Бірақ әйел мен еркек бір дүниеде. Олар бірін-бірін тілін табуға, түсінуге тырысу керек. Сол үшін Аллах Тағала аятта "Мин анфусикум азважа" сендердің өздеріңнен сендерге бұлатқанда әйелдерді жаратып берді дейді Аллах Тағала. Сендердің өздерінен деген бірінші аяттың бірінші бөлімі бұл ер кісілерге қамшы. Яғни ер кісілерге Аллах Тағала осы арқылы насихаттап жатыр. Әйел саған бөтен емес. Ол сенің өзің. Оны сыйласаң, сен өзіңді сыйлап жатсың, оны қорласаң, сен өзіңді қорлап жатсың дейді. Өзіңді қорлап жатсың дейді. Сол әйел және біздер үшін сынақ. Сол арқылы біз өзіміздің иманымыз бен ілімімізді тексереміз. Иман ілімімізді тексереміз. Сенің көп аят біліп, көп хадис білгеніңнен не пайда? Егер соның бәрін өз отбасында, бірінші отбасында соны тәжірибеге, іс жүзіне практикаға асырмасаң. Сол үшін адамда мінездер болады. Адамның отбасындағы мінезі деген болады. Адамның жұмыстағы мінезі деген болады. Адамның көшедегі мінездері болады. Бөлінеді. Адамның көшедегі мінезі адамның жаңағы жолдастармен болған мінезінен гөрі ең қатты өлшенетін нәрсе адамның отбасындағы мінез екен да. Егер көшеде адамды жақсы десе, ол бүкіл жерде жақсы деген мағына бермейді екен. Егер достарымен адам жақсы десе, ол бүкіл жерде жақсы деген мағына бермейді екен. Бірақ адам өзінің отбасында, семьясында жақсы десе, ол бүкіл жерде жақсы деген мағына береді екен. Жалпы мағына кіріп кетеді. Оған дәлел болатын нәрселер көп. Оның бір дәлелі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, ол кісі Хира үңгірінде болған кезде, алғаш рет Жәбірейіл періштемен жолыққан кезде, пайғамбарымыз үйіне келіп, сондай үлкен бір құбылыс, Жәбірейіл періште өте алып періште екенін білесіздер. Сол періштемен алғаш рет өмірінде кездесіп, пайғамбарымыз Аллахтан алғашқы 5 аяттар түскен кезде үйіне келген кезде "Заммилуни, заммилуни", мені орап қойыңдар, мені орап қойыңдар деп үйге пайғамбарымыз мазасыз күй кешіп келген болатын. Сонда оның әйелі бірінші қарсы алып, оны қорғаштап,
пайғамбарымызға батқанда көңіліне сондай қуат беретін жақсы сөздерді айтып жұбатқан болатын. Өйткені оның бірінші болып иман келтірген әйел кісілерден пайғамбарымызға оның өз әйелі етін. Неге? Өйткені ол күйеуінің қандай адам екенін жақсы біледі. Жақсы біледі. Сол үшін өз әйел күйеуінің жақсы қандай білгеннен кейін, оның еш уақытта өтірік айтпайтынын, шынымен де ол пайғамбар болуға лайықты екенін, оның сипаттарын білгеннен кейін, ол бірінші болып ешбір күдіктенбестен пайғамбарға иман келтірген кісілердің қатарында болған. Сол үшін әрбір еркектің кім екенін үйіндегі әйел жақсырақ біледі. Үйіндегі сыртта ол ел мақтауы мүмкін, сыртта ел анау деуі мүмкін, даттауы мүмкін, бірақ үйіндегі әйелі оның кім екенін, қандай адам екенін сол жақсырақ біледі. Өйткені өз үйінде болғанда кішкене еркек еркінсіп, мүмкін сол еркінсінгеннің өзінде әдепті сақтай ма, сақтамай ма, содан белгілі болып қалады екен. Сол үшін аяттың бірінші бөлімі «Мин анфусикум азуажа» сендердің өздерінен әйел жаратты деген осы. Одан кейін әйел біздің өзімізден жаратылған, топырақтан емес, біздің өзімізден. Және хадистер келген сияқты, ол адамның қабырғасынан жаратылған. Және қай қабырғасынан? Сол қабырғасынан жаратылған деп келеді. Сол жақ қабырғасынан. Осы жерде сұрақтар туындайды. Қабырғасынан жаратылған деген сөзде бір хикмет бар, сол қабырғасынан жаратылған деген сөзде бір хикмет бар. Неге оң қабырғасы емес? Неге сол қабырғасы? Біз оң деген сөз жақсы көреміз ғой деген сұрақ туады. Оң қолымен деген сияқты алды, оң аяғымен кірді, оң көзімен қарады, оң жамбасымен тұрыпты деген сияқты. Сол оң деген бір жақсылыққа әрқашан жолып, айы оннан туыпты деген сияқты біз оң деген сөз жақсы көреміз. Неге әйел кісі сол қабырғадан жаратылды деп? Өйткені сол қабырға жүрекке жақын тұрады екен да. Жүрекке жақын тұрады. Сол үшін әйел кісі еркекке бөтен емес. Ол жүрегіне ең жақын тұратын нәрсе. Ол ер кісінің ары, ол ер кісінің намысы, ол ер кісінің абыройы, ол ер кісінің былай айтқанда өсуі мен өшуі. Соны әйел кісі жақсы болған сайын, жүрегіне жақын тұрған нәрсе жақсы болатын болса, ер кісі де жаңағындай жинақы жүреді екен. Сол үшін ол әйел кісі ер кісіге жақын тұратын дүниенің біреусі болуға тиісті екен. Екіншіден, бұған дәлел болатын және нәрсе Құран айтында «Хунна либасу лахум антум либасу лахум» деп келеді. Әйел кісілер сендердің киімдерің, сендер әйел кісілердің киім деген мағынасын біреусі. Киім адам денесіне ең жақын тұратын дүние. Сол үшін ол екеуінің арасындағы сыр өзгеге тарап кетпеу керек. Олар біріне жақын болуға тиісті екенін көрсетеді. Екіншіден, қабырғадан дегеннің және бір мағынасы бар. Қабырға адамның бір қабырғасы сөгілетін болса, қисаямызда қаламыз. Қабырған түгел болса, түзу боласың. Және қабырға дегеннің және бір хикметі бар. Ол әйел затында бәрібір бір қисықтық болады да, әйелдік қасиет деп айтайық, бір кемшілік демей-ақ қойық, бір қисықтық болады. Оны көбінесе ғалымдар ол тілі дейді. Сол үшін әйелге әйел ретінде қарай білу керектігіміз сол кезде айтылып қойды. Хадисте оны түсіндіре айтады. Әйел кісі қабырғадан жаратылған дейді. Оны түп-түзу қылам десең, сындырып аласың. Сындырғаның талақ бергенің дейді. Сол үшін әйеліңнен өзіңе талап етілген нәрсе әйелінен талап етілмейді. Еркек әйелден артық болу керек. Әйелменен артық болу үшін нәрсе орындалмайды. Және осы бауырлардың арасында ең көп кететін қателік, біз өзіміздің хақымызды талап етуге өте шеберміз, бірақ өз міндетімізді орындауға өте әлсізбіз да. Өз міндетімді орындамай жатып, өз хақымды талап ету дұрыс емес. Яғни сөз түсінікті болушы айтайын, әйел кісі ананы істемеді, әйел кісі бүйтпеді, мені рұқсатымсыз үйден шығып кетті, әйел кісі бөтеумен сөйлесіп қойды, әйел кісі бүйтіп қойды, әйел кісі сөйтіп қойды дегеннен көр, сен бірінші өзіңе қара. Сен әйел алдында толық хақтар орындап жатсың ба? Әйел кісі мен жоқта телевизор көрді, сен телевизор көрмей жүрсің ба? Әйел кісі біреумен сөйлесіп қойды, сен бөтен әйелмен сөйлеспей жүрсің ба? Осының бәрін бірінші өзіңе салыстырып, одан кейін барып айтасың. Еркек әйелден жоғары болу керек дәрежесі. Ол рижали алейхинна дәрежа. Ер кісінің әйелінің алдында дәрежесі бар. Сондан дәрежесі оның жақсылыққа қарай дәрежесі болуға тиісті екен. Сол үшін әйелден өзіміздің хақымызды талап еткен, сен бүйтпейсің, сен сөйтпейсің, мен тамағымды уақытында дайындамадың, сен үйтпедің, бүйтпедің деп оның батқанда хақтарын қозғай бергеннен гөрі өзіміздің міндетімізге де бір мезгіл көз салуға тиісті екенбіз. Тура сол сияқты керісінше, әйелге де айтылатын нәрсе сол. Әйел кісі күйеуінен мені бақпады, қақпады, қасыма келіп жатпады деп оның барып миын ашты бергенше, ол да күйеуінің алдында толық міндетін орындап жатыр ма, келген кезде жайдарда жүзін ашып қарсы алды ма деген сияқты, сәлеміне жадырап тұрып сәлемін қайтарды ма, оның жасаған оған деген жақсылықтарын есінен шығармай оған шүкірлігін айтып отырды ма деген сияқты, оның берген жаңағы ол арқылы көрген жаңағы сол арқылы дүниеге келген баласының соның қадірін түсінді ма деген сияқты, оларды өзінің де бақына ер кісінің алдында міндеттерін білуге тиісті болып табылады екен. Одан кейін енді аяттың жалғасында
Омин аяти ан халақалакум мин анфусикум азважа литаскуну илайха дейді. Аллах Тағала сендердің өздерінен әйел кісіні жаратты дейді. Бірінші жаңағы аяттың бірінші бөлімі ер кісіге қамшы дедік. Ер кісіні насихаттап жатыр. Әйел кісі бөтен емес, сенің өзің сыйласаң өзіңді сыйладың, қорласаң өзіңді қорадың деп. Аяттың келесі жалғасын айтып жатыр. Литаскуну илайха, бұл енді әйелдерге қамшы. Аллах Тағала әйелді жаратты. Не үшін? Содан ер кісілер тыныштық табу үшін. Ойы тыныштық табылады. Шахуат әйелден тыныштық табады. Көңіл әйелден кеп тыныштық табады. Әйелде сондай бір пайғамбарымыз хадисінде сипаттайды, жақсы әйел дейді, 3 қасиеті болады дейді. Бірінші қасиеті қарасаң сүйсінесің дейді. Сол үшін әйел кісі күйеуінің алдында әшекейленуі, боянуы ол құлшылық. Әйел кісі көшеге шыққан кезде әтірленсе, көшеге шығып бара кезде таранса, көшеге шыққан кезде жабынбаса, ол көшеге шыққан әр қадам үшін күнә алады. Ал күйеу үшін боянған сайын, күйеу үшін жуынған сайын тек қана сауап алады. Сол үшін күйеуінің алдындағы жаңағы әдемілену, көрікте болу, әтір су себіну әйел кісі үшін құлшылық. Сол үшін әйелдің бірінші сипаты, жақсы әйелдің ол не? Қарасаң сүйсінесің дейді. Екінші сипаты жұмсасаң айтқаныңды тыңдайды дейді. Әйел кісіге күйеуіне қызмет жасау ол құлшылық. Оны жақсы естен шығармау керек. Әйел кісінің жәннатқа жақындататын нәрсесінің біреусі ол күйеуіне деген қызметі. Сол үшін кей кезде әйел кісілер үйленген кезде оның ойында жақсы жігіт таптым, жағдайы бар жігіт таптым емес. Мен Аллах Тағала маған және де жәннатқа жолымды бір жақындатты, мені үйлендіріп, енді мен күйеуіме қызмет жасап, жәннаттан жай табуға әрекет жасауым керек. Өйткені біздің сүйікті пайғамбарымыз айтқан: "Айюма имраатин матат ва заужуха анха радин дахалатил жанна". Қайсы бір әйел қайтыс болса, артында қалған күйеуі одан риза болып қалса, ол әйелдің баратын жер жәннат деген екен. Маған жәннатты нәсіп етуге, жәннаттың тұтқасын ұстауды нәсіп етті Құдайым деген сияқты күйеуінің ар жағында көрген кезде, күйеуін көрген жәннаттың есігін ұстап тұрғандай сезінуге тиісті. Ол құлшылық. Бұл есептелінеді. Міне осы әйелдің екінші бір сипаты, оны жұмсасаң, жақсы әйелдің екінші сипаты, жұмсасаң айтқаныңды істейді дейді. Әлбетте бұл шариғат көтеретін нәрседе, әйелдің шамасы келетін нәрседе жұмсалынады. Үшіншісі, күйеуі жоқ кезде оның арына, намысына кір келтірмейді дейді. Өз арын, намысын қорғайды. Ар намысын қорғайды. Қайсы бір әйелде осы үш нәрсе болған болатын болса, ол жақсы әйелдің қатарына кіреді. Бұл жаңағы аяттың литаскуну илайха, әйелдерінен тыныштық табу үшін дейді. Әйеліңе қарасаң сүйсініп тұрсаң, айтқанын істеп жатса, сен жоқ кезде сен арыңа, намысыңа кір келтірмейтін болатын болса, ер кісінің жүрегі тыныштық табады. Міне әйел кісінің міндеті күйеуіне тыныштық беру. Егер қайсы бір еркек сыртта жүрген жұмысынан кейін үйіне асығып тұрса, үйге барсам екен, бір кішкене дем албасам екен, келіншегім болсам бір шай ішсем екен, бір кішкене жайдарласып отырсам деп үйіне асығып тұрған болатын болса, біліңдер, ол еркектің әйелі жақсы. Қайсы еркек үйінен қашып тұрған болса, үйге барсам жүйкем тоздырады, ана қапшық ортайып қалды, бала деген жаурап жүр, анау бүйтіп жатыр, сен деп, бүкіл нәрсен бәрін, сен жақсы көрмедім, сен осындайсың да осындайсың, бұндай да бұндайсың деген сондай сөзден қашып үйіне жоламай, қолдан келгенше сыртта жүре тұр, үйге кешірек келіп, жатар уақытқа келіп, жата салуға келіп жүрген болса, біліңдер, ол еркектің әйелі нашар. Әйел жақсы болған сайын еркек үйге ұмтылады, әйел нашар болған сайын еркек түзге ұмтылады екен. Бұл екінші аяттың екінші жалғасы, ол әйелдерге қамшы. Сондықтан әйел кісінің бір несі, ол ер кісінің жағдайын жасау. Ол құлшылық. Сол үшін әйелге 4 нәрсе бұйырылу істелінген. Сол 4 нәрсені орындаса, әйел кісі жәннатқа кіретіндігі уәде етілген. Тек қана кіреді емес, 8 жәннаттың есігін таңдап жүріп кіреді, қалағаннан кірсін деген. Қалағаннан кірсін. Яғни кімде-кім 4 нәрсені істесе, қайсы соллат хамсаха, 5 уақыт намазын оққан болатын болса, сомат шахрха, Рамазан айының оразасын тұтқан болатын болса, хафизат фаржаха, ар ұятын қорғаған болатын болса, яғни соның ішінде жаңағы некесіз қылыққа бармау жатады. Соның ішінде көшеге шыққан кезде орамалын жабынып шығуды, соның ішіне кіреді, әурет жерін елдің бөтен көзден жасыру кіреді. Ва атаат заужаха, күйеуіне шариғат дұрыс көрген нәрсе бойсынса дейді, онда ол әйел кісі 8 жәннаттың қалаған есігінен таңдап кіреді дейді. Жәннаттың 8 есігін қалағаннан таңдап кіреді дейді. Сол үшін бұл әйелдің жаңағы екінші нәрсесі, бұл аяттың екінші бөлімі әйелдерге қамшы болып литаскуну илайха дейді. Одан кейін аяттың жалғасы ва жаала байнакум мавадда ва рахма. Және араларыңда дейді, ер кісі мен әйел кісінің арасында не қылды дейді алда? Мавадда, мавадда дегеніміз махабба, мавадда екеуі синоним сөздер. Бірақ мавадда махаббаттан да күшті сезім да. Махаббаттың жоғарғы шегі. Араларыңа махаббат қойдық дейді. Өзі семья болу үшін екі нәрсе болмаған жерде семья болмайды екен. Махаббат пен мейірім, маваддатун ва рахматун. Осы екі нәрсе болмаған жерде семьяның рахатын көру мүмкін емес.
екеу. Енді сол араларында махаббат бар. Және осы жерде бір нәрсеге қатты көңіл бұрыңыздар. Махаббат ол жүректегі нәрсе. Ал жүрек, адамдардың жүрегі мейірімді Аллах Тағаланың саусақтарының екі саусағының арасында, қалған жағына төңкереді. Бүгін сүйдім, күйдім деп отырған адамды ертең қайдан ғана осыған тап болдым деп отырасың. Бір күннің ішінде. Сондықтан ол өзгере береді. Сол үшін ол махаббат жүректе болғаннан кейін, жүрек негесі Аллах болғаннан кейін, ол аятта келіп отыр: "Ва жа'ала байнакум мавадда", байнакум мавадда. Араларында махаббат орнатты дейді. Кім? Аллах Тағала болып тұр да. Махаббатты күйеуінің жүрегіне әйеліне деген махаббатты қоятын Аллах Тағала, әйелдің жүрегіне күйеуіне деген махаббатты қоятын Аллах Тағала. Сол үшін егерде кім менің күйеуім маған суып қалмасын дейтін ойда болған болса, қайсы әйел Құдаймен қарым-қатынасын дұрыстасын. Қайсы бір еркек осы менің әйелім маған суып қалмасын ойда болса, Құдаймен қарым-қатынасын дұрыстасын. Өйткені сен қанша сұлу, қанша бай, қанша көрікті болатын болса, Құдай Тағала әйеліңнің жүрегін бұрып қоятын болса, ол сені басқа біреуге жүрегінде айырбастап қоюы ғажап емес. Ғажап емес. Сол сияқты керісінше, еркектің әйелі қанша сұлу, қанша көрікті болғанмен де, оның жүрегіндегі Аллах Тағала әйеліне деген махаббатты алып қоятын болса, әйелдің де, еркектің де басқа әйелді ойлап кетуі ғажап емес. Сол үшін осы жерде махаббат ол отбасын құруға керекті болған нәрсе. Тіпті пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ман ахаббун нас илейк деп пайғамбарымызға сіздің ең жақсы көретін махаббатыңыз кім деген сұраққа пайғамбарымыз аузын толтырып тұрып Айша, әйелі Айшаның атын айтқан екен, Айша деп айтқан. Сұраған сахаба оны сұрайын деген жоқ етін, ұялып қалады, ер кісілерден сұрайын деген едім деп айтқан бар. Яғни ер кісілердің мен әйел кісінің бір-бірін жақсы көру ол да құлшылық. Ол да құлшылық болып табылады. Бірақ ол махаббат жүректе дедік. Жүрек өзгергіш. Араб тілінде жүректі қалып дейді. Қалып деген өзгере беретін нәрсе. Тура қазанда қайнаған су сияқты. Асты үстіне түсіп атқан сияқты жүрек тез-тез өзгереді. Болмаса желдің жаңағы өтінде қалған құстың қауырсын сияқты талғанып қалған. Ары-бері жапалақтап тұрған сияқты жүрек былай өзгереді. Сол кезде екінші нәрсе болуға тиісті отбасында. Ол мейірім, рахма. Яғни жанашырлық деген нәрсе болуға тиісті. Егер осы екеуінің біреусі болмаса, ол отбасы рахаттанатын жер емес. Ол отбасы азап көретін жерге айналып кетеді. Олардың әрбір отырысы, бір-бірімен әрбір сөйлескені, бір-бірімен қарым-қатынасы тек қана бір-бірінің жүйкесін тоздыру, бір-бірінің намысына тию, бір-бірін қарғау, лағнеттеуге айналып, ол отбасы шыдамайтын бір дозақтың отына айналып кеткендей болады. Сол үшін ондай жаңағы отбасында шайтан билік құрып кетпеу үшін, осындай бір қасіреттер орын алып қалмау үшін отбасында екі нәрсе, махаббат пен мейірім жоғалмау керек. Махаббат кеткен уақытта мейірім қалып отыру керек. Сол үшін Хасан Басриге бір кісіге айтқан кезде, қызым бой жетті, оған сөз салушылардың қатары өте қатты көп болып бара жатыр. Біреулер өзінің байлығын былай айтқанда себеп қылып қызыма сөз салып жатыр, біреу билігін, біреу былай айтқанда басқа бір ісін, сұлулығын деп себеп қылып жатыр. Қызымды кімге берейін дегенде, оған жауап берген екен Хасан Басри, фиман яттақилла, Құдайдан қорыққанға бер деген екен дейді. Өйткені Құдайдан қорыққан адам дейді, ин ахаббаха акрамаха, қызыңды жақсы көрсе құрметтей береді, ва ин абғадаха лам тазлимха лам язлимха, егер қызыңды жеп көріп қалса, оған зұлымдық жасамайды деген екен. Оған зұлымдық жасамайды деген екен. Сол үшін отбасында осы нәрселер де болуға тиісті. Және ол жаңағы махаббат Аллахтың қолында, мейірім де отбасынан кетпеу керек екен. Осы нәрсеменен отбасы құрылу керек. Жүрек ары-бері суып тұрған кезде мейірім деген нәрсе бар. Адам баласы ғой, мен алып келдім ғой бұны. Сонау мен үшін айтқанда әке шешесін, дүниеге келтірген шешесін, әкесін тастап, бүкіл бауырлантысы менің қасыма келді-ау, маған сеніп келді-ау, менің адамгершілігім қайда деген нәрсе болуға тиісті екен. Өйткені хадисте келеді, ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама дейді. Жердегілерге мейірімдеріңді түсіріңдер, сонда аспандағы Аллах Тағала сендерге мейірімін түсіреді деген да. Саған Аллахтан мейірім керек болатын болса, онда дәл қасыңда жүрегінің түбіндегі қабырғадан жаратылған, саған киімдей жақын болған әйеліңе мейірімді түсір, егер саған аспандағы Аллахтан мейірімі керек болатын болса. Сол сияқты әйел кісі де күйеуіне деген мейірімі болуға тиісті екен. Енді бұл аятта бірінші ер кісіге байланысты хақтар айтылып кеткендіктен, ер кісі отбасында көбінесе бірінші жауапкершілікке тартылады. Бірінші жауапкершілікке тартылады екен. Әйел кісі негізі аманат, Аллахтың алдында аманат. Сол үшін пайғамбар өз соңғы сөздерінде де, жаңағы соңғы қашын жасаған құтбасында да айтып кеткені, иттақулла финниса, әйелдің хақысында Құдайдан қорқыңдар деп қатты насихат жасап кеткен. Пайғамбарымыз тура ақыр заманға қарай әйелдердің хақысы желіне бастатын байқағандай болған етін. Сол үшін осы жаңағы инна фи залика лааят лиқауми ятафаккарун деп аят бітеді. Осы айтылған нәрселерде пікір қылатын қауымдар үшін, ойланатын, ақылға келетін қауымдар үшін белгілер бар дейді.
белгілер бар дейді. Сол үшін шынымен де отбасы Аллахтың құдіретін ойлануға, Аллахтың алдында құлшылық жасауға қойылған белгілері болып келеді екен. Сол үшін үйлену ол Құдай алдындағы құлшылықтың қатарына кіреді екен. Сондықтан енді біз осы бүгінгі немізде енді ортақ құқықтарға тоқтап өтейік. Бірінші, ер кісіге де, әйел кісіге де тиісті болған құқықтарға тоқталып өтпекшіміз. Жаңа осы кіріспе сөзімізден кейін ортақ құқық, олар бірімен жақсы семья болып құрғаннан кейін жақсы қарым-қатынаста болуға тырысуға тиісті. Өйткені Құран айтады, өзара жақсы қарым-қатынаста болып өмір сүріңдер дейді. Жақсы қарым-қатынаста болып өмір сүріңдер. Оның ішіне көп нәрсе кіреді. Біреусі хуснул хулуқ, көркем мінез құлықта болу, бір-бірінен әрқашанда ихтирам, бірін-бірін сыйластық деген нәрсе болу керек. Әрқашанда бір дұрыс сөздерді пайдалану деген сияқты, талаттуф, бір жұмсақтық деген нәрсе болу керек. Одан кейін және де семьяда отбасында болуға болған тиісті нәрсе біреусі мумазаха мулааба дейді. Кішігірім ойын, қалжыңдап тұруды қажет. Отбасы құлшылық дедік, бірақ ол деген шекең тырысып арқан құрысып өтетін құлшылық емес. Бұл деген бір шыменде сен әйелің бетіне күлімсіреп қаласаң, хадисте келген сияқты, табассумуга фи важхихи садақа дейді. Бауырыңның жүзіне күлімсіреп қарауың садақа дейді. Ал әйеліңнің жүзіне күлімсіреп қарау ол да үлкен садақа болады. Кей кезде шыменде үйге келген кезде қалайсың деп бетіне жылышырай танытып қарау, әйелің де күйеуінің бетіне қалай жақсы келдіңіз ба деп жылышырай таратып қарау, ол үлкен бір жаңағы мүмкіндіктердің бірі болып табылады. Отбасында кішігірім жаңағы ойындар, қалжыңдар деген масқа мәселелерде болып тұруға тиісті. Яғни сонда бір көңілін көтеретін нәрсе, яғни шектен шықпайтын, оның намысына тимейтін нәрселер істеп отыру қажеттілік туындап отырады екен. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи өмірінде өзінің әйелі Айшамыз анамызбенен жарысқандығы туралы сияқты, болмаса арқасын салып көтергендігі сияқты, осындай бір нәрселердің болған сияқты, мұсылмандардың өмірінде де сол нәрселер болып тұруға тиісті екен. Сонымен өмір көрікті болады. Тек қана қатаң күйде болмау керек. Бір күні жаңағы әркім өзінің жаңағы шамасы келгенше сыйлықтар жасап тұрған жақсы, тахабу, сыйлық жасап тұрыңдар, бір-бірлерін жақсы көресіңдер дейді. Ештеңе ақшаң жетпесе де, тек бір кішкентай бір осындай қарапайым конвертті алып, сол ішіне өзінің жақсы сөзін жазып, әйел кісі күйеуіне сыйласын. Оған да мәз болып қалады. Тегі ешқандай сыйлық жасауға шаман келмей қалатын болса, бір жақсы сөздер жазып, сотка арқылы сообщениемен жібере сал. Қалайсың деген сияқты. Енді оны өздерің білу керексіңдер ғой. Бәрін айтып бермейін енді, қандай сөз жазу керектігін. Әйел кісі де күйеуіне, о, барысым, жол барысым деп жазса, мәз болып қалады ғой, шынымен де. Дұрыс па? Мәз болып қалады. Сол сияқты бір көңіл көтеретін осындай сөздерді, адам жүрегіне қуаныш сыйлайтын сөздерді сыйлау, өйткені мұсылман бауырының жүрегіне қуаныш кіргізу, ол Аллах үшін ең сүйікті істердің біреусі болады да. Сонда саған жақын тұрған, киіміңдей жақын тұрған, жүрегің түбіне жақын тұрған адамыңа сондай бір қуаныштар сыйлауды ойлау кей кезде ол да дұрыс тіршіліктің бір күйі болып табылады екен. Сондықтан жаңағы оны әркім өзінше білуге болады. Мысалға, жай мысал ретінде айтып кетсем болады. Тура соны істегендер деп жатқан жоқпын енді. Білу үшін, бұл кішкене қалжыңдау, ойнау деген не нәрсе деген сияқты. Қалжыңдау, ойнау деген нәрсеге мысал алатын болсақ, бір мұсылман семьясында мынандай оқиға болған. Күйеуі әйеліне сыйлық жасағысы келеді. Енді құр бере салса қызық емес, ол әшейінде беріп жүрген сыйлық қой. Сөйтіп үйіне кіреді да, әйелінің көзі түсетін жерге тура столдың үстіне үлкен коробканы қойып, жаңағы сыртына жаңағы подаркаға ұқсайтын лента байлағандай сияқты қылады да, сыйлық деп жазып қояды. Үстіне не жазып қойғанда? Хат. Әйел келеді да таң қалады, коробканың размері де ғой енді. Ішіне хат жазып қойған, коробканың ішіне. Коробканы ашып қалса, ішінде кішкентай хат жатыр да. Таң қалады. Коробкасынан шыннан деген сияқты. Енді не болды екен десе, күйеуінен болған екен, ол өзіне жақсы көретін адамнан, сүйдім күйген адам болған екен, бәрі қызығады да. Хатты ашып оқса, мен саған бір үлкен сыйлық істейін деп едім, бірақ ол сыйлықты мына стол үстіне қойсам, әркім алып кетемін деп қорықтым да, мен ол сыйлықты спальныйда кроваттың астына қойып қойдым деп жазып қойды да. Сосын енді әйел адам енді шаршап тұрмайды ғой. Немеле болды екен деп жүгіріп барып спальныйға барыпса, тағы бір коробка тұр. Көтеріп қалса, тағы бір записка жатыр да. Енді сен көбінесе спальныйда жүре бермейсің ғой, кухняда жүресің ғой, сондықтан мен бұны спальныйға қойғаннан гөрі ол сыйлықты жаңағы кухняда шкафтың ішіне қойып қойдым деп жазып қойған. Жүгіріп барса, ол жақта тағы коробка тұр. Тағы записка тұр, сонымен айтқанда, анау сыйлыққа жеткенше, ол сыйлық әшейін титтей бір сникерс екен да. Енді ананша еңбек етіп жеткеннен кейін,
жүгіргеннен кейін енді мәз болып жейді енді. Сол сияқты адамның өмірінде сондай бір-біріне жақындататын сондай бір нәрселер болып тұрғанда дұрыс. Бұл жай сіздер түсінсін деп жатқаным ғой. Ойнау қандай деседі. Пайғамбарымыз өмірінде Айша анамызбен жарысқан сияқты, үйде енді көшеге шығып жүгіріп жүрсең ел түсінбей қалатын шығар. Үйдің ішінде деген сияқты кішігірім алысып, кішігірім жарысып деген сияқты болып, ойбай жарысты алысты екен деп жамбасқа атып ұрып белін үсіп қойған. Белін үсіп қойып жүрмеңіздер. Біліп деген сияқты, бәрін өлшеп, не қылып деген сияқты, соның бәрін жаңағы өз өлшеміне салуға тиісті екен. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху өмірінде осы нәрселер жиі кездескен. Пайғамбарымыздың өмірінде Умму Сауда, яғни пайғамбарымыздың жаңағы Хадиша анамыздан кейінгі үйленген кісі, ол кісі кішкене қара нәсілді, толық денелі кісі болған кісі еді. Пайғамбар сол кісімен болды. Ол кісімен бірге намаз оқиды. Пайғамбар намаз оқығанда өте ұзақ оқиды, білесіздер, Пайғамбар сондай ұзақ намаз оқиды, рукукта ұзақ тұрған, енді ана кісінің, әйел кісінің денесі ауыр кісі, толық кісі, ол да рукукта ұзақ тұрған кезінде мұрнына қан келген сияқты сезінеді, ұзақ салмақ түсіп кеткен ғой басына. Енді әйел кісі ер кісі сияқты шыдамды болмайды ғой. Сөйтіп тұрған, сосын мұрнынан қан ағатын болдığında мұрнын ұстап қан неғып кетпесін деп оққан. Сөйтіп сәждеге барған соң намаз біткен кезде кейін пайғамбарымыз айтқан, сіз сондай оққан кезде мұрным ұзақ тұрдыңыз, рукукта соншалықты, сәждеде ұзақ тұрдыңыз, мұрным қанағандай болып, мен намазымды басталғаннан біткенше мұрным ұстап оқыдым деген. Пайғамбарымыз күлген, ендігі әрі сен мұрның ұстап намаз оқымау үшін кішкене жеңілдетем намаз деп айтқан. Сондықтан осындай бір өмірде кей кезде сондай көңіл көтеретін сөздерді пайдаланып отыру отбасындағы жаңағы жиналып қалған қиыншылықтарды соны сергітіп тастауға өз көмегін тигізіп отырады екен. Сол үшін отбасында және де бір керекті болған нәрсе ер кісілерге ат-тажаузу анизаллат дейді. Бір-бірінің қателігін кешіре білу. Бұл ең көп жетіспей жатқан біздегі қасиет. Бүкіл тек қана отбасын, бүкіл жерде осы нәрсе, адам баласы бәрі қателеседі. Жақсылары тәубе қылғандар дейді. Хулиқал инсану даифа, адам әлсіз жаратылған дейді. Сол үшін кей кезде бір-бірінен, ер кісі әйелінен кеткен қателікті, батқанда әйел кісі екеуінен кеткен қателіктерді кешіре білсек, одан сайын бір-бірімізге жақындауға мүмкіндіктер туындатады екенбіз. Сол үшін бір қателікті естен шығармай, оны кешірмей жүрекке сақтап жүру дегеніміз, ол жақсы қасиет емес. Ол жақсы қасиет емес. Кешірімділік ол жақсы қасиет болып табылады екен. Және бұл отбасында өте бір қажет ететін нәрсенің біреусі болып келеді екен. Сол үшін жаңағы отбасында осындай бір жақсы қарым-қатынастар, біз айттық, көркем мінез, құлық дедік, басқа нәрселер болу керек. Одан кейін бір-бірінен пайдалануға мүмкіндік туғызу. Үйленгендегі мақсаттың біреусі шахуатын басу ғой. Әйел кісі де жаңағы зинақорлыққа түсіп кетпеу үшін, ер кісі зинақорлыққа түсіп кетпеу үшін, және бір көптеген мақсаттар бар. Нәсілді көбейту, ұрпақты көбейту деген сияқты, құлшылық деген, Құдайға жақындау деген ниетпен үйленеді деген сияқты. Соның біреусі шахуаты басылады. Өйткені ер кісі әйел кісі жаратқанда олар бір-біріне деген құмарлығы бар, шахуаты бар. Сондан оны неке жолмен не қылатын болса, ол оған жәрдем етеді деген хадисте келеді. Я машарал шабаб фамин саламикум албаата фалятазаваж деген сияқты. Ей жастар, кім шамасы келсе үйленсін деген сияқты. Ол нәрсе сендердің былай айтқанда ар ұяттарын қорғауға көмектеседі, көздеріңді басып жүруге көмектеседі. Ал кім оған шамасы келмесе, фалейхиссаум дейді, ол ораза тұтсын дейді. Сол соған жаңа ем болады деп келеді. Сол үшін бұл үйленгендегі мақсаттың бірі шахуатты азайту болып келетін. Сондықтан осы шахуатты кей кезде дұрыс пайдалануға жаңағы дұрыс дейді. Әйелімнің мен үшін әдеміленгенін және ұнатамын дейді. Сол үшін Абдулла ибн Масуд үйге келе жатқан кезде бірін үйге кірмейтін, даусын қырнап деген сияқты жерде былай тепкілегендей болып барып кіретін. Сондағы мақсаты әйелі кішкене шашын жөндеп алсын, киімін дұрыс табасын деген мақсатта екен да. Өйткені әйел кісінің күйеуіне жақсы көрінуі ол біз айттық құлшылық болып табылады екен. Сол үшін бір-бірінің айтқанда бір-біріне аппетиті болу үшін аппетит жазатындай айтқанда товарный вид жасау керек. Одан кейін бұл жаңағы отбасында жаңа айттық, сол үйленгендегі мақсаттың өзі осы шахуатты басу мақсатында ол нәрсе отбасында болуға тиісті екен. Ол тек қана жаңағы айтты ер кісі де соны өзі орындауға тиісті. Бірақтан әйел кісі де оны орындау үшін себептер жасап отыруға әрекет жасаған жақсы. Одан кейін және де бір ортақ хақтардың ішінде араларында болған сырларды елге жаймау. Елге жаймау. Бұған да көптеген хадистер бар, оны біз аяттың өзіне жаңағы тоқталып кетсек болады. Хунна либасул лахум антум либасул лахун деген сияқты әйел кісі сендерге киім, сендер әйелге киімсіңдер дейді. Бұл жерде көбінесе мағына бар. Киім деген нәрсе адамның бойындағы, денесіндегі айыпты жасыратын дүние. Сол үшін отбасында болатын кемшіліктерді сыртқа әшірек қылмауға үйленген кезде уже мойындарына міндет алған болып табылады. Күйеуі әйелінің кемшілігін жасырмау керек, әйелі жаңағы жасыру керек, басқаларға әшкере қылмау керек. Сол сияқты әйелде күйеуінің кемшілігін басқаларға әшкере қылмауға тиісті болып табылады екен. Сондан осы
Бұл киім деген өзі Құран аяттары қысқадан нұсқа, көп мағынаны қамтып айтылатын аяттар. Киім деген мағына ішінде көп нәрсе жатыр. Киім дегеніміз денемізге жақын дүние. Киім дегеніміз бұл айтқан кезде күннің ыстығынан қорғайтын, күннің суығынан қорғайтын дүние. Киім деген сенің көркіңді ашатын дүние. Киім деген сенің кемшілігіңді жасыратын дүние. Отбасында осы қасиеттің бәрі болу керек. Олар қиындықтан бірін-бірін қорған болу керек. Олар өмірдің қуанышында бір-біріне шынымен де қуаныш сыйлай білетіндей болу керек. Олар бірін-бірін көріктендіретін болу керек. Олар бір-бірінің кемшілігін жасыратын болу керек. Сол жаңағы бір отбасындағы және хақтардың біреусі арада болған сырларды елге әшкере қылмау. Бұрынғы кезде мұсылман отбасылар өтіп кеткен. Олар ер кісі, әйел кісі семьялы өмір сүрді. Олардың арасындағы кемшілік пен сырды екеуінен басқа ешкім білмей кеткен еді дейді. Екеуінен басқа ешкім білмей кеткен еді дейді. Сол үшін жаңағы ер кісі дастархан отырып, менің әйелім бар ғой, бір қайдан жолыққан білмеймін деп әңгіме бастаса, ол әйелінің әшкерелеген, ғайбаттаған болады, Құдай алдында жауап береді. Сол сияқты жаңағы әйелі күйеуіне айтса, мен вообще күйеуім білмеймін қандай адам екенін, бір жүрген біреу әйтеуір десе, ол да ғайбаттаған болады. Және осы сырдың ішінде ең қатты сақталуға тиісті болған сырдың біреусі олардың төсекте болған қарым-қатынастары. Бұл өте батқанда үлкен күнәның қатарына кіреді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи хадисте өте қатты бұдан ескерткен. Ертең Құдайдың алдында қияметтің күнінде ең батқанда жаман орында, ең нашар орында болатын адамдар дейді, ер кісі күйеуіне жақындайды, әйел кісі де күйеуіне жақындаған, сосын арада болған нәрсені өзгелерге айтқандары дейді. Құдай алдында бірден не қадірлер түсіп, дәрежелер төмен түсіріп жіберетін қасиеттің біреу екен. Сол үшін бұл отбасында болған некеден кейінгі қылықтың бәрі олардың арасында қалуға тиісті дүние болып табылады екен. Бұны да қатты есте сақтауға тиісті болған нәрселеріміз екен. Одан кейін және де олардың арасындағы хақтардың біреусіне кіретіні әл-мұнасахату байнахума дейді, өзара насихатшыл болу керек. Күйеуі әйеліне, әйелі күйеуіне деген сияқты. Сөзбен де, іспен де осы насихаттарды айтып отыруға тиісті. Жаңағы олар бір-біріне Құран аятында келеді, ол бар жалпыға да мұсылман отбасына қатысты аяттар тағауану алал бирри ва тақуа ва ла тағауану ала исми вал удван деген сияқты бірлері-біріне жақсылық пен тақуалықта көмекші болыңдар, күнә мен дұшпандықта көмекші болмаңдар дейді. Ондайды көмекші болмаңдар дейді. Сол үшін олар жаңағы әрқашанда күйеуі әйелінің дозаққа түсіп кететін істерінен барынша қорқып, жәннатқа баратын істерінен барынша талпынып, оған жақсылыққа жаңағы шақырушы болу керек, жамандықтан қайтарушы болу керек. Әйел кісі де тура сондай істерді атқаруға тиісті болады екен. Және ортақ хақтарынан екеуінің мойнына жүктелген бала-шағаның тәрбиесі. Бала-шағаның тәрбиесі. Ер кісі де, әйел кісі де екеуі бірдей жауап береді. Тек қана еркек жауап береді баланың тәрбиесіне, болмаса әйел кісі жауап береді деген қағида жоқ. Екеуі оларға Аллах тағала бала нәсіп болған болмаса, олардың тәрбиесі, діни тәрбиесі, имандарының көтерілуі, дұрыс нәрсені дұрыс деп танып, бұрыс нәрсені бұрыс деп тану үшін ер кісі де, әйел кісі де жауап беріп отырады екен. Осы нәрсе. Және де сондай бір хақтардың ішінде біз кейін әйел хақысына онда қосымша және айтып кетеміз. Әйел кісі бала-шағасымен қалған кезде бала-шағасының ұғымына әкесі туралы жақсы ойларды кіргізу әйелдің міндетіне кіреді екен. Сендердің әкелерің өте жақсы адам, әкелерің осындай, өте жақсы кісі деген сияқты балалардың алдында әкесінің дәрежесін көтеріп отыру әйелдің міндеті. Егер қайсы бір әйел бала-шағасының алдында, "Ей, ана қаяқта жүресіз?" деп күйеуі кемшілік сөйлейтін болса, болмаса күйеуінің кемшілігін бала-шағаның алдында айтатын болса, әйел кісі өз міндетін орындап жатқан жоқ. Өз міндетін орындап жатқан жоқ. Сол сияқты еркек адамда бала-шағасының алдында әйелін кемшілігі болмайды. Сен ең нашар әйелсің, сен итсің, сен надансың, сен осындайсың, түсінбейсің деп қолдан келсе, бала-шағаның алдында олай әйелді намысын, абыройына тимеуге тырысу керек екен. Өйткені егер отбасы болғаннан кейін үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Бұл құлшылық. Оған сабырлық керек. Жаңағы үйленгеннен кейін өзінің жаңағы үй болу үшін көптеген қағидалар орындала бастайды. Сол үшін адам болғаннан кейін біз кей кезде көңілді жүреміз, кей кезде ашуланамыз. Сол үшін екеуі бірдей ашуланбауға тырысқаны жақсы. Қолдан келсе. Өйткені шыны мен шыны соқса сынады. Бірақ шыны жастықтың үстіне қоса сынбайды. Сол үшін біреу шыныдай шытынап ашуланып тұрған кезде біреу жаста жұмсақ бола қалу керек те әрқашанда. Адам ашулануға тиісті. Мүмкін үйіңе келгенше түнмен бала ұйықтамаған шығар. Сол күні тісі шығып шию өтіп, неше түрлі памперсін ауыстырып миы ашып кеткен шығар. Сол күні қонақ келіп, былайтқанда ұйқысы қанбай қалған шығар. Сөйтіп жүйкесі тозып дірілдеп тұрған шығар. Сен тура сол жүйкесі тозып тұрған кезде әйелің саған да келіп діңк-діңк ете қалған кезде, сен де "Ей, не діңк етесің?" деп, сен де діңк ете қалуға болмайды. Соның бір мүмкін ар жағында бір себептері бар шығар десін түсінушілікпенен қарауға тырысу керек. Бірінші айыптау емес, бірінші түсіну деген қасиет мұсылман семьясының отбасында болуға тиісті дүниелердің бірі болып табылады екен. Және де ескертіп айтып кетемін, өйткені біздің отбасында қарым-қатынасымыз
Құдайға жақындап жатқан іс әрекетіміз болып табылады екен. Құдайдың разылығына жету үшін жасап жатқан іс әрекеттеріміздің қатарына кіреді екен. Одан кейін жалпы отбасында ашу болған екен, пайғамбардың өсиеттері мен Аллахтың Құран аяттарын әрқашан естен шығармауымыз керек. Пайғамбардың өсиетіне сүйенетін болса, кімде-кім ашуланып қалған болатын болса, отырсын, қайтпаса жатсын, қайтпаса салқын сумен дәрет алсын дейді. Шайтан оттан жаратылған, ал салқын су отты өшіреді дейді. Сондан осындай келген кезде сол хадис сенің жадыңда жүру керек. Сен егер ол хадиске амал істемесең, не үшін жаттадың? Не үшін жаттадың онда ол хадисті? Неге арқалап жүрсің? Амал істемесең, онда сен не кітап арқалаған ешек сияқты болып қаласың. Сол уақыттарда кей кезде ашуланған кезде, қатты ашуланған кезде сүннет бойынша не деп айту керек адамдар? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Неге бұл айтамыз? Өйткені шайтаннан сақтан. Өйткені ашу жүрген жерде шайтан жүреді. Және көбінесе отбасының бұзылуы осылай. Мен ашуланып талақ беріп қойып едім дейді. Ол деген сөз мен шайтанның айтқанын істеп қойып едім деген сөз. Түсініңіздер ме? Мен шайтан айтқанын істеп қойдым деген сияқты болып қалады. Шайтанның жетегіне еріп кеттім деген сөз. Сол үшін ла тахаккум ва анта ғадбан дейді ғой. Ашулы күйде еш уақытта күн берме дейді. Егер сен тура сол әйелмен тұрғың келмей талақ бергің келіп жатқан болса, ашуланба. Тазарған күйін күт. Қайыздан төсекке жатпастан бұрын жақсылап отырып алып, қалайсың деп әңгімелесіп, осы екеуміз жараспайды екенбіз деп ақырындап шеш. Одан кейін барып өкініп, ашуланып айтып қойып едім. Талақтың ойынында шын, батқанда шыны да шын болып кетеді. Ол ашуланып қалдым деп ертең оған себеп жүрмей қалатындығы әбден бар екенін естен шығармауымыз керек. Сол үшін бұл жерде өте сақтықтар жасауымыз керек. Ашуланған кезде не болса соны сөйлеп жатқан жоқ пайғамбарымыз. Отыр деп жатыр. Отырамағыш қайтпасаң жат деп жатыр. Қайтпаса салқын сумен дәрет ал деп жатыр да. Сондан өте бұл ашуды еркіне жіберсең зиян көретіндігіміздің көп дәлелі екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа созыңға бір сахаба келіп айтты: "Я Расулалла, аусини, я Аллахтың елшісі, маған өсиет берші." Яғни пайғамбар біреуге өсиет берсе, оның дүниесі мен ақыретін бақытына алып келетін өсиетті айтады. Маған өсиет айтшы деді, пайғамбар оған қарап тұрып айтты: "Ла тағдаб, ашуланушы болма" деді. Енді қысқа бір нұсқа бір өсиет болды. Ол тұрды да оны жеңіл деп ойлап қалды да. Айтты: "Аллахтың елшісі, және бір өсиет айтыңызшы" деді. Пайғамбар екінші рет ла тағдаб, ашуланба деп қайтадан сол өсиетті айтты. Тағы да бір арттырыңызшы өсиет дегенде ла тағдаб деп бірінші рет қайталады: ашуланба, ашуланба, ашуланба деп. Сол үшін ашулану көптеген жамандықтың есігін ашып жібереді. Сол үшін ол өсиет біздің бәрімізге де керек. Сол сүйікті пайғамбарымыздың өсиеті, әсіресе отбасында қолдан келсе ашуланбауға тырысу керек. Қайтпай жатырма, отыр. Қайтпай жатырма, жат. Қайтпай жатырма, салқын сумен дәрет ал. Бір бауырымыз айтқан сияқты, мен ашулансам қатты кетіп қаламын, отырған жатқан пайда бермейді, сразу дәретке шығып кете беру керек дейді. Болмаса сразу дәретке шығып кете бер, болмайды. Бірақ ашулана бер деген жер жоқ. Ашулана бер деген жер жоқ. Ашулансаң білгеніңіз тей бер, қабырғаны теп, есік сындыр деген сияқты, әйелдің тұмсын ұрып құлат деген әңгіме жоқ. Сондан осы жерлерде өте бір сақтық жасау керекті болып қалады екен. Ал Құран аятында бұл жаңағы өз аятына келеді. Әйел кісіден бір кемшілік көре бастасаңдар дейді. Құран аяты не бұйырады? Фа'изухунна, бірінші уағыздаңдар дейді. Уағыздағанға көнбей жатса әйел кісі, вахжурухунна фил мадажи, төсекте теріс қарап жат дейді. Құшақтамай қой, қарамай қой, қабағыңды ашпай қой, кішкене мүмкін түсінер деген сияқты. Оған көнбей қалса вадрибухунна, ұрыңдар дейді. Бірақ ұрыңдар деген бұл жердегі кәдімгі крутой ұрғандар емес. Ренішіңді білдіру да. Өйткені әйел кісіні еш уақытта жалпы адам баласын жүзінен ұруға болмайды. Адамның жүзі құрметтетілген нәрсе. Кішкентай баланы ұрған кезде құйрықтан сабайсың ғой. Сол сияқты бір-екі рет құйрықтан саба жібер. Денесіне көгеріп қалмайтындай қылып. Сен ба деген сияқты. Сол сияқты осы үш нәрсе. Біріншіне уағыздаңдар деп тұр. Және уағыздаңдар қай кезде уағызда? Бүлдірген кезде емес. Ой, осы білдіргені бүлдірейін деп жүр әйелім, что-то сериалды көп көріп кететін болды. Қашан келсем де отырады, қашан келсем осылай отырады деген сияқты, шай басын дайын болмайды деген сияқты, осыны байқай бастасаң, сол кезде алдын ала уағыздай баста дейді. Ол әсер етпесе, төсекте теріс қарап жат. Ол әсер етпесе, одан кейін барып жаңағы денесін көгертпестен, зиян берместен ұр деген үшінші нәрсеге отырды. Осы Құран аятында осылай келген. Бірақ бір қызығы осыған амал істеп жүргендер бар, бірақ наоборот істейді. Әйел бір мінез көрсетсе бірінші ұрып алады да демелеп тұр. Сосын бір-екі үш күн теріс қарап жүреді. Үшінші барып уағыздайды да, сосын олай емес, бірінші уағыздау керек.
Егер уағыздасаң ұруға уже жетпей қалуы мүмкін да. Наоборот, бәрін аяқтан басына қарай, басынан аяқтына қарай емес, аяқтан басына қарай істеп үйреніп қалған әдетіміз бар. Әлбетте одан кейін шайтанға ол жерде жол ашылып кетеді екен. Одан кейін отбасына керек болған және бір нәрсе, өте қатты керек болған нәрсе, таслихун ния, ниетті дұрыстау. Ер кісі әйелдің алдында ниетін дұрыстау керек, әйел кісі күйеуінің алдында ниетін дұрыстап алу керек. Кәдімгі сен әйел кісі күйеуіңе қызмет жасап жатқан кезіңде ниетіңде Аллахтың разылығын табатыныңды естен шығармауға тиіссің. Бірінші сен күйеуіңді риза қылып жатқан жоқсың. Сен Раббың Аллах Тағаланың айтқанын күйеуіңді сыйла деген аяттар мен хадиске амал жасаған үшін Аллахты риза қылып жатқанын естен шығармауымыз керек. Бірінші ниет дұрыстау керек. Сол үшін сол сияқты еркек те әйелдің алдында ниетін дұрыстау керек. Ей, осы бір әйел деген сияқты ниетің бұзыла бастады ма, отбасына салқын кіре бастайды. Отбасына салқындық кіре бастайды. Сол үшін бүкіл іс ниетке байланысты деп айтып келген. Жаңа Құран аятында да Аллах Тағала бізге айтады ғой: "Инналлах ла юғайру ма биқаумин хатта юғайру ма би анфусихим". Аллах та бір адамдардың жағдайын өзгертпейді, ол адамдар өздерін өздері өзгертпейінше дейді. Отбасында еркек адам өзін өзі өзгерту керек, ниетін дұрыстап, әйел адам өзін өзгерту керек, сонда отбасынан береке күтсе болады. Екеуі өзгермей жатып, екеуі де кешірмейді, екеуі де өз жаңа қақысын талап етеді, міндетін орындамайды, екеуі де шариғатпен жүргісі келмейді, бұлатқанда тәкаппарлыққа салынатын болса, онда өзгермейді. Өзгеру керек адам. Сонда отбасындағы ізгілікте өзгере бастайды. Сол үшін әйел кісінің алдында еркекте ниетін дұрыстап, мен бұл аманат қой, хадистерде жеткен ғой, ертең о дүниеде аманаттар сұралады деген, қыл көпірдің үстінде бірінші сұралатын нәрсе аманат, аманатты өтемаса қыл көпірден құлайды деген екен. Аманаттың үлкені әйел ғой. Пайғамбар Мұхаммад өзінің хадисінде истаусу бин ниса хайран, әйелдерге жақсы қарым-қатынаста, жақсы насихатта болыңдар деген, иттақулла фин ниса, Құдай әйелдің хақсын Құдайдан қорқыңдар деген сияқты сондай сөздерді еске алып, ниетіңді дұрыстап, мына әйелдің бір себебін тауып, причинасын тауып, талақ алып, басқа бір жақсы әйел алайыншы деген ниет бұзылды ма, шайтанға жол ашып бересіздер. Ниетің ар жағында мына әйел қазір екінші әйел алғызбайды, бәрібір мен бұны бір бәле құтылайын, сосын екінші әйел алайын деген сияқты жаман жымысқы ниет кірді ма, шайтанға жол ашып бердіңіздер. Тура сол сияқты әйелдің жүрегіне сондай жаман ой кірді ма, осы күйеуімнен ештеңе шықпайды ғой осы. Қазір әлі де болса жас кезімде жөнді тауып алайын, бір жақсы кісі тауып алармын, жүйкесіне тиіп талақ алайын дедің ба, шайтанға жол аштың. Екеуі де табысқа, бақытқа жетпейді, өйткені ниеттері бұзылды. Өйткені хадисте келеді: "Иннамал амалу бинният", бүкіл іс ниетке байланысты. "Ва иннама ликулли имриин ма нава", әркім не ниет қылса, сол нәрсеге жетеді дейді. Жақсылықты ниет қылсаң, жақсылыққа жетесің, жамандықты ниет қылсаң, жамандыққа жетесің. Сол үшін осы ер кісі әйелдің алдында ниетін дұрыстап алу керек, ер кісі әйелдің алдында ниетін дұрыстау керек, және ол ниетті күніге жаңалап отыру керек та. Бұл құлшылық еді ғой, не үшін алып еді ме? Неғып еді ме деген сияқты сол ниетті әрқашанда жаңалап отыруға тиісті болып қалады екенбіз. Және осы жерде жаңа айтып кететін нәрсе, ниетті ішінде жаңа көркем мінез құлықпенен тақуалықты да қатты көңіл бұрыңыздар. Жоғарыда мен айтып кеткен Талақ сүресінде, кейін тағы да бір кітапты ашып өздеріңіз оқисыздар. Сон жаңағы я юхан набию иза таллақтум ниса фаталлиқун ли иддатихина деп, ей пайғамбар деп, пайғамбардың атын атап келіп, жалпы мұсылман үмбетіне насихат қылатын аяттарында, әйел кісіге талақ беріп қойған болсаңдар, оның иддасына қарап талақ беріңдер деген сияқты, өзінің жаңағы таза күйінде, хайыз жоқ кезінде, жақын намазған күйінде деген сияқты талақтың үкімін бәрін айтып келеді да. Одан кейін талақ болған әйел не істеу керек деген сияқты соның бәрін айтып кетеді. Ішінде мынандай аяттар келеді: "Ва май яттақиллах яжаллаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Омай яттақиллах яжаллаху мин амрихи юсра" деген аяттар келеді. "Омай яттақиллах юкаффиру анху сайяти ва язумлаху ажру" деген аяттар келеді. Яғни талақ некеге қатысты аяттардың ішінде мынандай аяттар бар екен: кім Құдайдан қорқатын болса шығатын жол тауып береді дейді. Отбасындағы проблемадан шығаратын нәрсе ол айқай шу емес, отбасының проблемасын шешетін нәрсе. Ол тақуалық, Құдайдан қорқу. Тақуалық дегеніміз Аллахтың істе дегенін істеу, тыйыл дегеннен тыйылу. Отбасында бір кикілшін шықты ма, қара. Әйел кісі нені шариғатқа дұрыс істемей қалды екен, мен не нәрсені шариғатқа дұрыс істемей қалдым екен деген сияқты. Ананың кемшілігін ойлау емес, бірінші өзің кемшілігінен баста. Құдайдың алдындағы өзің жағдайыңды ойна. Тақуалығыңды еске ал. Сол болмайынша отбасында проблема шешілмейді екен. Одан кейін аятында "Ва май яттақиллаха яж'ал лаху мин амрихи юсра". Кім Құдайдан қорықса, ісін жеңілдетеміз дейді да. Отбасының тіршілігі жеңілдемейді Құдайдан қорықпайынша. Өйткені үйлену оңай, үй болу қиын деді. Сол қиын нәрсені жеңілдететін нәрсе тақуалық. Сонымен ғана біз отбасындағы проблемалардың шешілуін жеңілдетеміз. "Ва май яттақиллаха юкаффиру анху сайyi'атиhi ва ю'зим лаху ажра".
кім Құдайдан қорықса күнәсін кешіреміз де және сауабын ұлғайтамыз деп бізге Аллах былай айтып кеткен екен. Одан кейін осы тақуалық және біз есімізден шығармайық. Тақуалық әрқашан адам баласына пайда берген. Және де бір есімізден шығармауға тиісті болған нәрсеміз, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар бір күн сұрады. Жәннатқа кіргендердің басым көпшілігі кімдер деді? Жәннатқа қай қасиет адамды ең көп кіргізетін деп сұрақ қойды. Пайғамбар тақуаллах ва хуснул хулуқ деп жауап берді. Жәннатқа кіргендердің көпшілігі тақуалықтар және көркем мінез құлықтар үшін кіреді деді. Осы екі қасиет жәннатқа адамды ең көп кіргізеді деді. Сол үшін отбасыңды тек қана жеке басыңды емес, бала шағаңды, әйеліңді бірге жәннатқа алып кіремін десең, тақуалыққа қатты көңіл бұру керек. Және отбасын жәннатқа алып кіремін десең, көркем мінез құлыққа қатты көңіл бұру керек болып қалады екен. Сол үшін осы екі қасиет, тақуалық пен көркем мінез құлық өте қажет. Көркем мінез құлыққа байланысты да тақуалыққа біз айтып кеттік, шығатын жол тауып береді, ісін жеңілдетеді, ойламаған жерін несібесін береді деген сияқты, күнәсін кешіреді, сауабын арттырады деп айтқан сияқты, көркем мінез құлықта да сондай көптеген сыйлар уәде етілген. Ол отбасында болуға тиісті. Көркем мінез құлық өте көркем мінез құлық жалпы Құдайдың саған берген мейірімі да. Алла Құранда айтады, "Фабим рахмат миналлах линталахум" дейді. Пайғамбар айтады, Аллахтың саған берген мейірімінің біреусі дейді, жаудырған мейірім біреусі линталахум сенің жұмсақтығың дейді. Жұмсақтық Аллахтың мейірімі. Дөрекілік Аллахтың мейірімінің еместігіне дәлел болатын жаңағы сипат екен. Сол үшін осы көркем мінез құлық болу керек. Пайғамбарымыз хадисінде де айтады, қияметтің күнінде маған ең жақындарың кім екенін айтайын ба дейді. Мінез құлықтарын көркем болғандарын дейді. Ертең өзің сүйетін сүйікті пайғамбарға жәннатта жақын жүремін десең, көркем мінез құлқыңды көркемдеуге тиісті екенсің. Ол сабырлық, ол шүкірлік, ол ашуланбау деген сияқты, оның ішіне адалдық, шын сөйлеу деген сияқты көп нәрселер кіріп кетеді екен. Кешіре білу деген қасиеттер кіріп кетеді екен. Одан кейін көркем мінез құлық ертең қияметтің күнінде таразға амалдарымыз тартылады. Асқалу шейн фил мизан ал хулуқул хасан дейді, хулуқул хасан. Тараздағы ең ауыр нәрсе көркем мінез құлық дейді да, ертең саған келсе. Ең көркем нәрсе мінез құлық. Ал енді жоғары хадиске оралайық. Пайғамбардан сұраған кезде жәннатқа адамдар қандай қасиеттермен көп кіреді дегенде екі қасиетін айтты. Тақуаллах ва хуснул хулуқ деді. Тақуалық пен көркем мінез құлық деді. Ондай болса мына нәрсені естен шығармайық. Бізді жәннатқа кіргізетін тақуалық пен көркем мінез құлық екен, және біздің отбасымызға, жанұямызға жәннатты әкеп кіргізетін де тақуалық пен көркем мінез құлық естен шығармауымыз керек. Кім отбасында береке болсын, жақсы жағдай болсын, түсіністік болсын деген ойда болатын болса, онда ол отбасында осы тақуалық пен көркем мінез құлықты қатты көңіл бұру керек. Тақуалығыңды арттыратын аяттарға, хадистерге, тақуалығыңды арттыратын жаңағы әңгімелерге көбірек көңіл бұру керек болады екен. Одан кейін көркем мінез дұрыстайтын нәрселерге, кешірімділікке, сабырлыққа, шүкірлікке ететін нәрселерде өте көп керек болады екен. Маңайдағы нәрседен бірге хабар алуға, бірге жаңағы әрекет жасауға, алған ілімге амал жасап отыруға, кей кезде жаңағы бақытты боламын десең, дін мәселесіне жоғарыға қара дейді, дүниеде төменге қара дейді. Сол кезде қарап отырып, әрбір нәрсе өткенде бейғам, бір меңіреу, соқыр керең сияқты өмір сүрмей отбасында, әйеліңмен, бала шағамен өтіп баратқан болсаң, бөшкенің түбінде күн көре алмай батқанда жаңағындай азаңмен шығып кешке барып батқанда елдің тастаған қоқыстың арасынан жейтін бірдеңе таба аламын екен деп ақтарып адамдарды көретін болсақ, соған қарап тұрып өз қалдарымызға шүкір етуімізге тиістіміз. Тиісті. Көлікпен жүрсең, жаяу жүргенде еске аласың, жаяу жүрсең, аяқ жоқты еске аласың, аяғың жоқ болатын болса, төсекте тұра алмай жатқандарды еске аласың. Сонда осы нәрселерді дүниеде төменге қарап, дінде жоғары қарап өзімізді бақытқа жеткізетін ісіміз болып табылады екен. Бұл біздің айтып өткеніміз ер кісі мен әйел кісінің арасындағы ортақ құқықтар болып келетін. Сонда біз осыған бір кішігірім тоқтадық. Енді жаңағы сұрақ жауаптарға кішкене уақыт бөлу үшін сабағымызды осымен кішкене тиянақтаймыз. Келесі сабағымызда енді ер кісіге бұл жаңағы ортақ құқықтарды айтып кеттік. Үлгергенімізше бұдан да басқа құқықтары бар етін. Енді келесі тақырыбымызда ер кісінің әйел алдындағы хақысы, әйелдің ер алдындағы хақысы тақырыбына Аллах нәсіп етсе, қазір бауырларымыз уақытын айтар, ертеңгі уақытта соған бір тоқталып өтеміз. Субханак Аллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Бисмилlah. Сұрақ дейді, 6-7 жасар баланың көзінше орамал салынып жүру керек қалмайды. Ондай нәрсеге уәде беру хақымыз жоқ. Өйткені одан кейін әйел кісі, күйеуі, әйелі қайтыс болғаннан кейін басқа біреу үйлену хақысы бар. Әйелдің де күйеуі өлгеннен кейін, егер ол айтқанда табиғатты талап етіп тұрған болса, басқа кісіге шығам десе хақысы бар. Ал әйел кісі өзінің тарапынан өзі қалап, жоқ, мен осы күйде қалым келеді, күйеуімнен кейін басқа күйеуге шықпаймын деп жатқан болса, оған зорлық жоқ. Ал әйел кісіге міндеттей алмайсың. Менен кейін шықпа деп, біз оған айтқанда құқысын кемітуге хақымыз жоқ. Бір нәрсені естен шығармайық, жәннатқа барғаннан кейін өкінетін адам жоқ.
арманда кететін адам жоқ. Ойға барғаннан кейін бәрі сенің көңіліңе қажет нәрсенің бәрі болады. Сол үшін жаңа жәннат турада бірдеңе жетпей қалады екен деген жаман ойдан аулақ болайық. Әйелім кірмесе жәннатта рахат көрмей қалам деген ойға түсіп қалып жүрмейік. Сондықтан жаңағы әйелім қасында болмаса деген ойдан. Одан кейін осы жерде және бір нәрсені еске айтып кеткім келіп отыр. Бұдан кейінгі тақырыптарымызда тереңнен айтылып кететін шығар. Енді бар, осындай ғалымдар арасында талас бар. Батқанда екі күйеуі болған әйел жәннатта кіммен болады деген сұрақтар туындаған. Кейбір ғалымдар қайсымен жақсы қарым-қатынаста өмір сүрген болса сонымен болады деген айтқан сөздер де болған. Кейбіреулер соңғы күйеуімен болады деген сөзді айтқан кісілер де болған. Соңғы күйеуімен болады дегендер кішкене қаттырақ, батқанда маңыздырақ көп айтылатын болып есептелінген. Сол үшін ілгергі әйелдерде мынандай қасиет болатын. Бұрынғы ілгергі әйелдер күйеуге шығатын кезде оның дүниесін, оның бойын, түрін, батқанда белін, иығын өлшеп жатпайтын. Олар оның тақуалығын өлшейтін бірінші. Сол үшін егер екінші сөз салып келген жігіт бірінші күйеуіне қарағанда тақуалығы төмен болатын болса, көбінесе оған не? Әйел кісі некеге қаламайтын шығуды. Не себептен? Өйткені олардың ойында бірінші жәннаттағы дәрежені қатты ойлайды екен да. Өйткені әйел кісінің бір қызық жері бар. Екі кісі істеген амалға жәннатта дәрежесі көтеріліп түседі ғой. Ал әйел кісінің жәннаттағы дәрежесінің көтеріліп түсуі күйеуіне де тікелей қатысы бар екен да. Мысалы әйелінің білімі қатты терең болған жоқ. Әйел кісі кереметтей сауаптар істеуге мүмкіндігі болған жоқ. Үйде көбінесе отырып қалды, бірақ күйеуі деген өте көп деген жақсы істер істеп кеткен, өте үлкен жомарт болған, Аллах жолында жан берген, болмаса сондай бір үлкен бір дәрежеге сауапты үміт ететін нәрсеге келген болатын болса, жәннатқа кірген кезде күйеуі жәннатта жоғары дәрежесі, күйеуі қай жерде, әйел сол жерге қойылады екен да, түсіндіңіздер ме? Күйеуіне қарай әйелдің дәрежесі өседі. Сол үшін күйеуінен тақуалығы төмен кісі келіп тұрған кезде жәннатта дәрежем төмендеп қалама деп, оның түріне де, бойына да, байлығына да қарамайтын болған. Өйткені олар жәннаттағы жайды көбірек ойлайтын болған. Сол үшін де кейбір әхлі сүнна ғалымдардың арасында енді көпшілік біздің енді ақидамыз бойынша пайғамбардан кейін ең жақсы кісі Абу Бәкір Сыддық, одан кейін Омар, Осман, Али деп осылай бөлгеніміз сияқты, одан кейін жәннатпен сүйіншілеген 10 адам деген сияқты осылай өзінше сатылы біз бөлшегеніміз сияқты. Ішінде кейбір ғалымдар мынандай пікір айтқандар болған. Пайғамбардан кейін дәрежесі үлкендер, олар әйелдер деп айтқан болған. Олардың сүйенген дәлелдері неге? Өйткені пайғамбар жәннатта ең жоғары дәрежеде болады, ал сонда әйелдер оның қасында болады, қай жақта болады енді дейсің дейді. Сондан олардың да дәрежесі жоғарылап кетеді дейді. Күйеуінің дәрежесіне жоғарылауына қарай әйелдердің дәрежесі жоғарылайды екен. Сол үшін әйелдерге burada құлақ қағысып айтып кететін нәрсе, егер бір оған сөз салып келген адам болатын болса, оның діні мен тақуалығына қаттырақ көңіл бұрған дұрыс. Өйткені сол арқылы ол әйелдің жәннаттағы дәрежесі көтеріліп түседі екен. Және де бұл арқылы осы өзімізге де бір қамшып айтқымыз келеді. Ертең шынымен әйелдеріміз біз туралы жақсы ойда болсын десек, олар жақсы жеткіземсек, өзіміз де тақуалыққа қатты көңіл бұруға тиісті екенбіз. Қазір кейбір мұсылман қыздар дейді, көшеге әтір себініп шығады. Сол туралы айтып кетсеңіз дейді. Ол өте үлкен күнә болып есептелінеді. Әйел кісіге көшеге әтір себініп шығуға болмайды. Үйден шыққаннан кейін әтір себін, күйеуі үшін әтір себін алады, күйеуі үшін боян алады, күйеуі үшін таран алады, күйеуі үшін шашын бере алады, күйеуі үшін батқанда әдемі киім кие алады, күйеуі үшін алдында батқанда әурет жерін аша алады, бірақ көшеге бөтен алдында боян алмайды, әтірлене алмайды, әтір суын себе алмайды, жақсы шекені таға алмайды. Сыртқа әтірленіп шыққан сайын күнә жабысады, күйеуі үшін әтірленген сайын сауап жазылады әйел кісіге. Сол үшін көшеге және де әйел кісі өте сақ болу керек. Мына әйел кісілердің орамал тағуына, кең көйлек киюінің себебіне шариғатта хикметінің өзінің біреусі, әйел кісі сондай бір зат, иза фасадат афсадат дейді. Әйел кісі бұзылса өзі ғана бұзылып қоймайды екен, басқаларды да бұзып қоятын, ода қасиет бар екен. Ол дегеніміз әйел кісі көшеге боянып, жартылай ашылып, шашылып, әтірленіп шығатын болса, оған бөтен екі кісілердің көзі түсетін болса, боянып жаңағы шыққан әйелге күнә көбірек жазылады екен. Бір еркек сол әйелді көріп, ойы бұзылса, сол еркекке бір күнә жазылады. Бірақ ана әйел көшеге шығып қайтып келгенше қанша еркектің күнә ойы бұзылған болса, соның бәрі сол әйелдің қоржынына кетеді. Соның күнәнің бәрі. Егер сол бір жұпар иісті әйелдің бойынан мына қандай иіс деп әйелге біреу назар сап қалған болатын болса, сол ойлардың, сол жаңағы біреудің шахватын көтерілуінің бәрінің күнәсі әйелдің қоржынында кетіп қалады екен. Сондықтан ол қордан келгенше ол нәрседен барынша сақ болу керек. Күйеу үшін әдеміленсін, күйеу үшін әсерленсін, бірақ жаңағындай сыртқа әдемінен әсерінен барынша сақ болсын. Міскін деп кімді айтады дейді. Намазы жоқ жатама дейді. Зекеттің түрлері көп па, қандай нәрсе берген сауапты? Ғұсылдың түрі шаш ұзын болса, саусақпен дымқылдаса бола ма? Шаш кеппей суық тиеді деп қауіптенсе дейді. Міскін деп өзі шариғатта екіге бөледі. Осы жоқ жітіктерді міскін және пақыр дейді. Пақыр дегеніміз ертең немен күн көрерін білмейтін адамды айтамыз. Міскін деген адамның жағдайы болуы мүмкін. Ол міскін деген адамның жұмысы да болуы мүмкін.
бірақ әйтеуір бір нәрсені бір нәрсеге жамап, бір анаған жетсе мынаған жетпей сөйтіп өмір сүрген адам міскіндердің қатарына кіреді. Енді ол жаңағы Құранда да келеді ғой, деген сияқты бұл кеме міскіндердікі дейді да, яғни міскіннің кемесі де болып қалуы мүмкін да, күнкөріс. Бірақ оның жағдайы біресе анаған бір баласын жеткізсе, екінші баласын жетпей қалу деген жағдай болуы мүмкін. Батқанда күнкөрісі бар, бірақ та күнкөрісі толық жете қоймаған адамдар кіреді. Олар да садақа алатындардың зекеттің үкіміне алушылардың қатарына кіріп отырады екен. Зекет енді ол жаңағы өзінің нелері бар, енді қаражаттан, алтыннан, күмістен соны өлшеміне алып беріп отырады. Егіннің зекеті бар, малдың зекеті бар деген сияқты оның өзінің арнайы кітаптары бар. Бұл жерден біз қысқасы оның бәрін уақытымыз ұзақ, мүмкіндігіміз жоқ. Зекеттің түрі де бар. Ол жаңағы адамның өзінің қолындағы дүниесіне қарай бір жыл қолында тұрғаннан кейін содан шығарылатын жетім жесірдің хақысын зекет деп атаймыз. Ғұсылдың түрі дейді. Ғұсыл жалпы енді ол жаңағы белгілі себептері бар. Ер кісінің бойынан ұрықтың шығуы, болмаса әйел кісі мен ер кісі төсекте жақындасуы деген сияқты, болмаса әйел кісінің хайыз бен нифас тоқтауы сияқты осындай бір жағдайларда ғұсыл қиыну керек болып қалады. Ал әйел кісінің шашы ұзын болатын болса, ол шашы және өрілген болатын болса, түбіне ғана су жеткізіп қойса болады. Ал өрілмесе, шашын жуған жақсы, жаңағы түбіне және шашына су тигізу керек болып қалады, шашы өрілмеген болатын болса. Өрілген болатын болса, шашының түбіне ғана су жеткізіп қойса болады. Саусақпен дымқылдаса бола ма дейді. Енді су жеткізсе, түбіне жетсе, ол кіреді. Әйел күйеуіне қарғыс айтса қабыл бола ма дейді. Қолдан келсе, жаңа айтып кеткен семьяның хақысының бірінде айтып қой, талаттуф фил калам дейді. Жақсы сөздер сөйлеуге үйренуіміз керек та. Қазір менің бір қайран қалатын нәрсем, біз сондай сөзімізде, мінезімізде бір кекшіл, кешіре алмайтын, тәкаппар бірдеңе болып кеткенімізді адам түсінбейді.